Сәлем достар, бүгін сіздермен желіде хит болып жатқан ассорти компотымен бөлісетін боламын. Ұнап жатса каналға тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да тосаптар мен салаттардың рецептерімен бөлісетін боламын. Ең алдымен банкаларымды, крышкаларымды осылай булап алдым. Компоттың құрамына жалпы алма, абрикос, слива, шие, апельсин қостым. Әр қайсысын 5-6 данадан салдым. Шиені 2 уыстай қостым. 12 литр суға 2 килограмм қант қосып, қайнатып алдым. Банкамызға суды тек бір рет құйып жабамыз. Суын төкпеймін. Мінеки банкаларым дайын болып тұр. Енді суын құйып бұрайтын боламын. Компотты тек бір жемістен жасағаннан гөрі осылай әртүрлі жемістерді қосып, әрі дәмі кіреді. Жемістерді көп-көптен салдым ішіне. Кейін банкаларды ашқаннан кейін жемістерін балалар жегенді ұнатады. Компотымыз осылай қып-қызыл дәмді болып шығады. Осылай крышкасын бұрап болғаннан кейін қанты еру үшін, крышкасы дұрыс жабылғанын байқау үшін, су ағып жатқан жоқ па қарау үшін осылай домалатамыз. Ары-бері домалатып тексереміз. Осылай банкаларымызды бұрап болған кейін төңкеріп қоямыз. Бетін жылы одеялмен орап, бір суткіге қалдырамыз. Видео ұнаған болса лайк басып, тіркеліп, қоңырауды басып кетіңіз.